Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен красный бархат, яғни қызыл бархат тортының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған айранға жарты шай қасық ас содасын қосып 10 минутқа қойып қоямыз, реакция жүретін болады. Мендегі дүкеннің 2,5% айраны, кез келген айранды пайдалансаңыздар болады. Енді келесі кезекте қызыл краситель қосатын боламыз. Жақсылап араластырып қойып қоямыз. Келесі кезекте 2 жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің массамыз көпіршіктеніп, 2 есеге ұлғаюы қажет. Мен сияқты қол миксерін пайдаланатын болсаңыз, шамамен 5-6 минуттай миксерлейміз, сонда біздің массамыз 2 есеге ұлғаяды. Біздің массамыз дәл осылай көпіріп 2 есе ұлғайды. Енді келесі кезекте сұйық майымызды қосамыз және де жаңа дайындап қойған айранымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Кез келген краситель пайдалансаңыздар болады, яғни құрғақ түрінде болады пайдалануға. Бірақ дәл осы краситель түрі өте әдемі, ерекше қанық түс береді. Енді алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз. Менде осы ыдыстың ішінде електен өткізілген ұн және де разрыхлитель бар. 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Миксермен алдымен дәл осылай кішкене араластырып алсаңыздар, ұндарыңыз шашырамайтын болады. Массамыз басылып қалмас үшін ұзақ миксерлемейтін боламыз, яғни ұнымыз араласқанша ғана миксерлейміз. Осымен біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Дәл осылай сұйықтықта болып шықты. Енді қамырымызды дәл осылай кальцоға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскенін шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Енді пирогымызға крем дайындайтын боламыз. Бізге сүзбелі ірімшік және де қант немесе қант ұнтағы қажет болады. Екеуін жақсылап миксерлейміз. Сүзбелі ірімшікті қантпен дәл осылай ұзағырақ миксерлейтін болсақ, біздің креміміз біркелкі әдемі болып шығады. Енді аз ғана мөлшерде бізге сливки қажет болады. Сливкиіміз салқын болуы керек. 33-35% сливкиді пайдаланамыз. Жақсылап миксерлейтін боламыз, біздің креміміз дайын болғанша. Осымен біздің креміміз дайын болды. Пирогымыз дәл осылай пісіп шықты. Енді келесі кезекте біздің пирогымыздың бетінен кішкене кішірек тарелкамызды алып, дәл осылай пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Тарелкамызбен өлшеп кесіп алған жердің ортасын, беткі бөлігін дәл осылай ойып алып тастайтын боламыз. Алып тастаған корждарымызды пирогымыздың бетін сәндеуге алып қоятын боламыз. Оны блендердің көмегімен немесе қолымыздың көмегімен үгітетін боламыз. Дәл осылай бетіндегі бөліктерін алып шықтық. Енді келесі кезекте кремімізді қасықтың көмегімен құйып, әдемілеп бетін тегістейміз. Кремімізді пирогтың бетіне осылай жағып шықтық. Енді келесі кезекте жаңа үгітіп дайындаған крошкеларымызды креміміздің бетін толықтай жабатындай етіп сеуіп шығамыз. Бетін кез келген жемістермен немесе қалған креммен әсемдесеңіз болады. Осымен біздің қызыл бархат пирогымыз дайын болды. Өте оңай, тез жасалады. Ортасындағы кремі ерекше дәм береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.